7 бөлім Water, water everywhere. Бірінші тапсырма. Look at the picture. Is it sunny or rainy? What kind of weather do you like? Суретке қараңыз. Суретте күн шуақты ма, әлде жаңбырлы? Сізге қайсы ауа райы ұнайды? Суретте ауа райы жаңбырлы, it's rainy. Маған күн шуақты болғаны ұнайды. I like when it's sunny. Екінші тапсырма. Which of these do you need when it's rainy? Put a tick or a cross, then say. Жаңбырлы ауа райында мына берілген киімдердің қайсы бірі керекті болады белгілейміз және де мысалда берілгендей етіп айтамыз. Boots етік керек, sandals керек емес. I need boots when it's rainy. Жаңбырлы ауа райында маған етік керек. I don't need sandals. Сандалдар керек емес. Shorts шорты, umbrella қолшатыр. I need an umbrella when it's rainy. I don't need shorts. Raincoat су өткізбейтін плащ. T-shirt футболка. I need a raincoat when it's rainy. I don't need a t-shirt. Үшінші тапсырма. Craftwork experiment. How much does it rain in a week? In groups, make and measure. Аптасына қанша жаңбыр жауады? Группаларда жасаңыз және өлшеңіз. Step 1. Take a big plastic bottle. Step 2. Cut the top off about 10 centimeters down and place it on the open end of the bottle. Step 3. Use a marker to put centimeter marks on the side of the bottle. Step 4. Measure how much it rains every day for a week. Пластик бөтелке аламыз. Пластик бөтелкенің жоғары жағынан 10 сантиметрді етіп қиып аламыз және жоғары жағын екінші бөлігіне орналастырамыз. Үшінші қадам, маркер қолдана отырып, сантиметр өлшемдерін бөтелкенің шет жағына жазып шығамыз. Және соңғы қадамымыз, апта бойында әр күні неше жауын жауғанын өлшейміз. Төртінші тапсырма. Listen, point and repeat. Then match. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Сосын сәйкестіріңіз. Sail, surf, water ski, dive, get wet, pool. Жаңа сөздерді көріп шығайық. Sail, жүзу, surf, серфингпен айналысу, water ski, су шаңғысын тебу, dive, суға сүңгу, get wet, суға малыну, pool, хауыз. Берілген жаңа сөздерді суреттермен сәйкестірейік. A. Get wet. B. Surf. C. Pool. D. Water ski. E. Dive.
F. Sail. 5-ші тапсырма. Тыңдаңыз және сәйкестіріңіз. Суретте бір бала артық. Can you see Betty? Betty? Yes, that's Betty. She's diving. Oh, yes. Betty can dive very well. Who's the boy surfing? Is that Oscar? No, Oscar isn't surfing. Bob is surfing. Oscar is swimming. Who's the girl eating an ice cream? Eating an ice cream? Ah, that's Molly. Molly is eating an ice cream. There are two boys sailing. Oh, yes, I can see them. That's Andrew and his brother. Which one is Andrew? Andrew is wearing green shorts. Тыңдалым бойынша біріншісі A. Betty, екіншісі E. Andrew, үшінші C. Bob, төртінші B. Molly, және соңғысы F. Oscar. Келесі тапсырмамыз workbook'тағы бірінші тапсырма. Look and read. Write yes or no. Берілген суретке қараймыз. Төменде берілген сөйлемдерді оқып, мағыналарына қарай, я немесе жоқ деп жазамыз. Бірінші сөйлем мысал ретінде берілген екен. A boy on the beach is making a sand castle. No. Жағажайдағы балақай топырақтан қамал жасап жатыр. Жоқ, дұрыс емес, ол доп ойнап жатыр. Екіншісі, a dog has got a starfish. Итте теңіз жұлдызы бар. Yes. Үшіншісі, there are two children in the sea. Теңізде екі бала бар. Дұрыс емес, олар үшеу. Төртіншісі, the boy in the boat is fishing. Қайықтағы балақай балық аулап жатыр. Дұрыс емес, өйткені ол суретке түсіріп жатыр. He is taking a photo. Бесіншісі, the girl in the boat is eating an ice cream. Қайықтағы қыз бала балмұздақ жеп тұр. Дұрыс. Алтыншысы, the man is collecting starfish. Ер кісі теңіз жұлдызын жинап жатыр. Дұрыс.